Сәлем дос. Сәлем баршаларыңызға. Каналыма қош келіпсіздер. Жаңадан келіп жатқан кісілер болса, тіркеліп алыңыздар. Өте пайдалы ақпараттарды алдағы уақытта беріп отырамын. Жалпы да каналымда көп. Енді қараңыздар, бүгін сіздерге доллар және суккулент гүлдеріне кететін топырақ құрамын таныстырмақшымын. Арнайлап доллар гүліне заказға топырақ тасап жатырмын. Және жеке-жеке қызметін атап өтем. Қысқада нұсқа және өте ясно видео болмақшы. Міне, древесный уголь, вермикулит, өте ірі деңгейде вермикулит, және де бізде перлит ірі болу керек. Перлит, диатомит, речной песок, кирпичный крошка, пена стекло, және де өте мелкий кара, одан кейін теолит. Енді теолит пен перлит бізде бір қызмет атқарады. Бұлар су влагасын жұтып алып, жеткілікті деңгейде беріп тұрады. Ал енді бізде влаганы ұстап тұратын вермикулит пен пенастекло. Бірақ пенастекло өте үлкен дәрежелі ылғалдылықты ұстап, және де сол лишний влаганы көп деп жұтатын бізде пенастекло, бірақ та сол вермикулит сияқты қайтадан қайталап беріп тұрмайды. Ол бойында ұстап барып кебет. Ал енді мынау бізде вермикулит, бұл бізде бойында ұстап тұрады, еще влаганы тамырға жақын жерде тұрса, мысалы, беріп тұрады. Бізде кирпичный крошка мен речной песок бұл ауырлық деңгейін жасайды. Яғни ауыр топырақты жасау барысында біз речной песок пен кирпичный крошканы қосамыз. Оның ішінде кирпичный крошка бізде еще влага ұстайды. Тура пенастекло сияқты қызмет атқарады, бірақ та еще 2 в 1. Ауырлық қызметін еще суды жұтады и бермейді бұл. Және де бізде диатомит, бұл бізде зиянкестен қорғайды, еще тағы тура сондай қызмет атқаратын бұл бізде древесный уголь. Древесный угольді ұнтап қосамыз, осы ірілік деңгейде қоспаймыз, қалған барлығы осы ірі фракцияда болады. Бұның ішіне осмокот және стартовый витамин қоссаңыздар болды. Осмокоттың 3 түрі бар. 5-тен 6 айға дейін, 7 айдан 9 айға дейін, 9 айдан 12 айға дейін. 3 түрлі осмокотты өзіңіздің қалауыңыз бойынша қосасыз. Ол дегеніміз 5-6 ай, 7-9 ай, 9-12 ай, яғни 1 жыл көлемінде ешқандай витамин құймайсыз, тек қарапайым тұндырылған су құйып, осы компонентті долларыңызды осы топыраққа отырғызасыз, бітті. Әрі қарай жақсы отырады. Екінші, сіздің жасалынатын жұмыс бұл жерде тек қана құмыраны тамырына сай таңдауыңыз бар сол. Міне, жеке-жеке қызметін атап өттім, қысқадан нұсқа айтып өттім. Алдағы уақытта бұның барлығына мен наук, яғни осы білім алып атқан деңгейде тағы да қандай қызмет атқарады, неге қолдансаңыз болады, жеке-жеке тоқталып өтем. Соның ішінде біз осы қараға уже жеке тоқталып, не және қандай қолдану керегін қазір мен осы видеоның соңында ссылкаға қалдырып өтем, көрсеңіз болады. Қалған осы деңгейлі заттардың барлығына жеке-жеке каналымнан таба аласыздар. Тез әрі нақты барлығы түсінікті болады, көріп алыңыздар. Өткен алдағы уақытта ол курсқа қосылады. Енді бұйырса мен толық жинақты топырақ құрамдары әр гүлге әртүрлі, соны жинақтап курс шығармақшымын. Каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды білдіре беріңіздер және заказдарыңызды бере беріңіздер.